ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Шал бір күні кемпіріне: «Кемпірім-ау, қамбаға барсаңшы, түбін қырнап көрсеңші, қарны ашқан шалыңа берсеңші» депті. Кемпірі қолға қала қалыпты. Қамбасына барыпты. Түбіндегі қалдықтан 2 уыс ұн шығыпты. Табақшаға салыпты. Ұнға қаймақ қосыпты. Қамыры иілеп, домалақтап алыпты. Ыстық майға салыпты. Бауырсағы піскен соң шалы баппен жесіндеп суытуға қойыпты. Бауырсақ біраз жатыпты. Қалың ойға батыпты. Қашайын деп осы үйден батыл ойға бекіпті. Жақтаудан жылжып сәкіге, сәкіден түсті еденге. Есікке қарай домалап, табалдырыққа жетіпті. Одан да өтті секіріп. Сенекке жетті домалап. Сенектен шыққан аулаға көздеді енді қақпаны. Ал одан шығып алған соң жөнелді жолда дызақтап. Біртіндеп үйден алыстай берді. Бауырсақпен домалап келе жатса, қарсы алдынан бір ұзын құлақ қоян кезігеді. Қоян бауырсаққа: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін» депті. Бауырсақ оған: «Жемеші мені, қояным, айтайын саған әнім бар» депті. «Жарайды ендеше, айта ғой» деді қоян. «Менің атым бауырсақ, пісірді деп аттай шат. Қамбаның түбін қырнап ап, жәшіктің ішін тырмалап. Алған ұнға қаймақты қосып әжей жайнатты. Суытып қойған жерінен қашып сорын қайнаттым. Әжейден де сытылдым, атайдан да құтылдым. Қоян саған тіпті де келмес ешбір тұтылғым». Осылай деп бауырсақ әрі қарай домалап жөнеледі. Ал аңқау қоян болса аузы ашылып, аңтарылып тұрып қалады. Бауырсақ зыр қағып домалап келе жатса, алдынан аш қасқыр кездеседі. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді қасқыр. «Қасеке, қасеке, мені жемеңізші, мен саған ән салып беремін, тыңдашы» деп бауырсақ әндете жөнеледі. «Менің атым бауырсақ, пісірді деп атай шат. Қамбаның түбін қырнап ап, жәшіктің ішін тырмалап. Алған ұнға қаймақты қосып әжей жайнатты. Алған жерінен қашып сорын қайнаттым. Әжейден де сытылдым, атайдан да құтылдым. Қоян да менен ұтылды. Қасқыр саған тіпті де келмес ешбір тұтылғым». Солай деп бауырсақ әрі қарай домалап кете барады. Ал қасқыр аузы ашылып артынан қарап қалады.
домалаған бауырсақ әрі қарай келе жатса, алдынан ашулы аю келеді. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін», дейді аю гүрілдеп. «Жей көрме, аю атайым, тыңдашы, өлең айтайын», деп бауырсақ оның жауабын күтпей әнін бастай жөнеледі. «Менің атым бауырсақ, пісірді деп атайшат, қамбаның түбін қырнап ап, жәшіктің ішін тырмалап, алған ұнға қаймақты қосып әжей жайнатты, суытып қойған жерінен қашып сорын қайнаттым, әжейден де сытылдым, атайдан да құтылдым, қоян да менен ұтылды, қасқыр да жай жұтынды, аю саған тіпті де келмес ешбір тұтылғым». Осылай деп бауырсақ домалай жөнеледі. Маймақ аю ауыз ашылып жолда қала береді. Бауырсақ сол қарқынмен домалап талай-талай жолды басып, талай-талай жерден асады. Ойында ештеңе жоқ. Домалап келе жатса, алдынан қу түлкі жылмаң етіп шыға келеді. «Оу, бауырсақ, домалап қайда барасың?» депті ол. «Жол жүріп барамын», депті бауырсақ. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоямын», депті түлкі. «Қой, жемеші, түлкіжан, мен саған ән салып беремін», деп бауырсақ әдетінше әндете жөнеледі. «Менің атым бауырсақ, пісірді деп атайшат, қамбаның түбін қырнап ап, жәшіктің ішін тырмалап, алған ұнға қаймақты қосып әжей жайнатты, суытып қойған жерінен қашып сорын қайнаттым, әжейден де сытылдым, атайдан да құтылдым, қоян да менен ұтылды, қасқыр да жай жұтынды, аюдан оңай құтылдым, түлкі енді саған да келмес ешбір тұтылғым». Бауырсақ әнін айтып болғанда, қу түлкі: «Өнерің қандай, бауырсақ? Естуден қалды бұл құлақ. Айтасың ба қайталап, тұмсығыма шығып ап, қатты-қатты дауыстап, жылы-жылы сөйлеп». Мақтағанға мәз болып масайрады бауырсақ. Тұмсығында түлкінің сайрады тағы қайталап. Түлкі бұрынғыдан да бетер майда сөйлеп: «Керемет екен өлеңің, жағымды екен үнің де, тағы бір айтшы қалқатай, отырып менің тілімде», депті. Бауырсақ түлкінің қулығын түсінбей, тіліне қарғып мінеді. Түлкі «ап» дегенде, бауырсақ оның өңешінен бір-ақ өтіп жұтылып кете барады. Мақтаншақ жақсы емес, балалар. Мақтаншақтық не жолда қалдырады, не жүзіңді ұяттан жандырады.